Неге ешбір эксперт осыны айтпайды? Чат GPT-ге кіргенде осындай әртүрлі модельдер шығады, бірақ қайсысы қандай жұмысты атқаратыны түсініксіз. Бұл модельдер әрқайсысының өз міндеті бар. Екі отбасы бар: GPT-O және GPT-4. O талдау, код жазу, іздеу, математика үшін жақсы. 4 креатив идеялар, күнделікті тапсырмалар үшін. Астында орналасқан ескі модельдер туралы мүлдем ұмытсаңыз болады. Енді мысал, 4O посттармен керемет жұмыс істейді, адамша жазады, күнделікті істерге таптырмас құрал. Бірақ адам сияқты қателеседі. 4-5 болса, 4O'ның стероидтағы нұсқасы. Үлкен мәтін жазады, одан да креативті, одан да адамша жаза алады, бірақ қателері азырақ. Ол 3 талдау және анализ жасау үшін ең күшті құрал. Қателері аз, 3 бет зерттеуді секундтарда тарқатып құрылымында есеп береді. O3 мини-хай болса, талдаумен жұмыс жақсы, интернеттен ақпар табуда мықты, ал O3 интернеттен іздей алмайды. Тағы Deep Research деген бар, айына 10 рет қолдануға болады, бірақ кез келген жұмысты орындап, ақпаратты тауып, энциклопедиялық жауап бере алады. Қорытынды 2 топ: GPT-4 топ, ал мында GPT-O топ. Модельдерді осылай үйлестіріп қолдануды ұсынамын. Егер ақпарат ұнаған болса, бізге тіркеліңіз және осы постты таныстарыңызбен бөлісіп, видеоны сақтап қойыңыз.